Ақылбек Шаяхмет ағамыздың Алтынсарин мазмұнды өмірәні үлгі болып алдыңнан жолығады. Шырт ұйқыда оятқан бабамызды Алтынсарин даланың қоңырауы деген өлең жолдарынан ыбырай тағылымы өмірлік құндылық екені сөзсіз. Шіркін, Ыбырай Алтынсариннің ізгі ойларымен тағылымы бүкіл адамзат қоғамындағы ғылым мен білімнің дамуындағы дәстүр тұрақтылығының негізі болары сөзсіз. Тәрбие басы тал бесіктен деген халқымыз. Балаларымыздың өзіндік болмысын, халқымыздың тарихымен тағылымы, дәстүрлері мен әдет ғұрпы, ізгілік пен адамгершілік, қайырымдылық пен мейірімділік сынды құнды қасиеттерін ыбырай тағылымы арқылы үнемі сусындатып отырсақ, болашақ ұрпақты тәрбиелеуде бүгінгі қоғамның алдына қойған міндеттері шешіліп, бала тәрбиесіне қосқан үлесіміз ұшан теңіз болар еді. Бүгінгі таңдағы менің қолданып келе жатқан жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерім, білім берудегі демократиялық ынтымақтастық идеям, мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты ізгілендіру жүйесіндегі жаңашылдықты данышпан Ыбырай өз заманында қалыптастырып кеткен. Ыбырай мұрасы тәртіп пен қағиданың негізгі ретінде ала отырып, адамды тәрбиелеу ережесінің шындық символы деп қабылдар едім. Себебі еңбек пен байлық атаулының негізі ғылыми түрде тұжырымдалып көрсетіп, материалдық және рухани байлықтың бәрі адам еңбегінің құдіреті арқылы жүзеге асатындығын да Ыбырай атамыз өз еңбегінде нақты дәлелдеп кеткен жоқ па? Дәл қазіргі таңда әлемдік стандарттық деңгейдегі сапалы білім беру қызметіне қол жеткізіп келеміз. Демек, саралап, белсенді оқыту, проблемалап, сын тұрғысынан ойлау қай-қайсысын алып қарасақ та, дала жұлдызы Ыбырайдың педагогикалық идеяларынан өрбіген астарлы тамыр жатыр. Ұлы ұстаз оқушылардың теориялық білімдерін арттыру жолында машықтанумен ұштастыруды, бір-біріне үйлестіруде үлкен мән берді. Ыбырай тағылымымен өмірлік құндылық етіп тану тек қоғамның, халықтың, ғылымның ғана міндеті емес, оны оқып үйрену, оның озық ойларын бүгінгі білім беру жүйесімен сабақтастыру, өзін мәдениетті, білімді санайтын әрбір азаматтың парызы. Оның ой тұжырымы бүгінгі заман үрдісімен үндес. Мен өз тәжірибемде оның шығармашылығындағы гуманизм мен патриотизмді алға қоя отырып, әр тұлға ұлы педагогтың қағидаттарын ұстана отырып, оның шығармашылығындағы гуманизм мен патриотизмді ұштастыра отырып, білім мен тәрбие беруге тырысу керек. Назарларыңызға рахмет.